Инчхон әуежайында биіктігі 3,5 метр болған қоршаудан қашып кеткен екі қазақстандық қамауға алынды. Корея иммиграциясы мен полициясын аяқтан тік тұрғызып, бүкіл Кореяны шулатқандар Түркістанның тумалары болып шықты. 2005 жылғы Ерсібаев Нұрсұлтан, 2002 жылғы Нарзаллаев Үмитжан. Бұлар наурыз айының 25 күні Өзбекстан халықаралық әуежайынан ұшқан Korean Air ұшағымен Кореяға келген. Құжаттарының дұрыс болмағандығына байланысты кедендік бақылау қызметкері оларды елге кіргізуден бас тартып, депортация ұшақ күту бөлмесіне жіберген. 26 наурыз күні таңғы 4-тен 18 кеткенде бөлменің терезесін сындырып, биіктігі 3,5 метр болған қоршаудан қашып кеткен. Жедел іздестіру барысында 21 жастағы Нарзаллаев Үмитжан Тежон қаласында орналасқан дүкенде телефонын қуаттап отырған жерінде қамауға алынды. Ал екінші қашқынға оның жақындарына түсіндіру жұмыстары жүргізілген соң, арадан 3 күн өтіп, 18 жастағы Ерсібаев Нұрсұлтан өз еркімен 29 наурыз күні түнгі 3-тен 20 кеткенде Сеул қалалық миграциясына берілді. Екі азаматта жасаған қылмыстарын мойындады. Тергеу кезінде Нұрсұлтан Қазақстанда күнкөріс қиын екенін, отбасын асырау мақсатында Кореяға контрабандалық жолмен өтіп, жұмыс істемек болғанын айтты. Ал бірінші ұсталған Үмитжан Кореяға саяхатшы болып келгенін айтты. Тергеуші, не үшін Кореяға саяхат жасамақ болдың? Қытай, Япония, Америка елдеріне саяхат жасауға болады ғой деп сұрақ қойғанда, Үмитжан үнсіз қалды. Полиция оларға террорлық әрекет жасап, өзге елдің шекарасын заңсыз кесіп өтті, шекараны бұзды, қашты деп айып тағып жатыр. Қазіргі таңда екі азаматта қамауға алынды. Корея заңдары бойынша прокурор бұндай қылмысқа 15 жылға бас бостандығынан айыруды сұрайды. Алайда Нұрсұлтан өз еркімен келгендігіне байланысты ол да есепке алынады. Бұл жастарымыздың жасаған қылмыстары Кореяда қоғамдық резонанс тудырды. 2 күннің ішінде 23 отандасымызды қазақстандық болған үшін завод басшылықтары жұмыстан шығарып жіберген. Бұл туралы отандастарымыз Корея көмек WhatsApp желісіне хабарламалар қалдырған. Бұл азаматтар жастық жасаған жоқ, қылмыс жасап өзге елдің шекарасын заңсыз кесіп өтті. Сіздің үйіңізге бөтен біреу кіріп кетсе, қайдан келдің, кімсің деп тергейсіз ғой. Түркістандық бұл азаматтар бір үлкен мемлекетке заңсыз кіріп кетті. Жастық жасаған жастарға Корея соты кешірім жасай ма, жоқ па, оны соттың шешімінен соң білетін боламыз. Әзірге білетіміз, Корея әділет министрлігі шетелдіктерді елге кіру тәртібін қайта қарап жатыр.